Көлеңкені өзгертуге бола ма? Сабақта. Көлеңкенің өлшемі неге байланысты болатынын білесің. Көлеңке деген не? Көлеңке қалай пайда болады? Көлеңкенің өлшемі неге тәуелді? Экспериментті топпен жаса. Қажет заттар: шам, экран, қағаздан қиылған қушақ сұбасы. Жарық көзінен 50 см, 100 см, 150 см, 200 см қашықтықты өлшеп белгіле. Сұлбаны дәл жарық көзінің алдына ұста. Экранға түскен көлеңкенің биіктігін өлше. Экспериментті 50 см, 100 см, 150 см, 200 см қашықтықтан қайтала. Нәтижені тірке, салыстыр. Қорытынды жаса. Көлеңкесінен анықта. Негеш пен Эврика көлеңке театрында қойылым көріп отыр. Көлеңкесі бойынша кейіпкерлерді тани аласың ба? Ертегіні ата. Театр әртістері көлеңке өлшемдерін қалай өзгертеді? Болжам жаса. Жарық сәулесі түзу сызықпен қозғалады, және оның жолына түрлі дене кедергі жасайды. Дене үлкен болса, кедергі де және оның көлеңкесі де үлкен болады. Ал кіші дене жарық сәулесінің жолына аз кедергі жасайды, сондықтан оның көлеңкесі кіші болады. Дегенмен кіші дененің көлеңкесін үлкейтіп, үлкен дененің көлеңкесін кішірейтетін тәсілдер бар. Көлеңкенің өлшеміне дене мен жарық көзінің арасындағы ара қашықтық әсер етеді. Олардың орналасуын реттеу арқылы көлеңкенің өлшемін өзгертуге болады. Бұл тәсіл көлеңке театрында пайдаланылады. Ойлан. От жалыны неліктен көлеңке түсірмейді? Өрт қауіпсіздігін сақта. Көлеңкелерді салыстыр. Ең ұзын көлеңке тәуліктің қай бөлігінде көрінеді деп ойлайсың? Ең қысқа көлеңке ше? Көлеңкенің өлшемі тағы неге байланысты болуы мүмкін? Екі зерттеу жүргіз. Қандай да бір дененің көлеңкесін тәуліктің әр бөлігінде бақыла. Ұзындығын өлшеп өзара салыстыр. Қандай да бір дененің көлеңкесін тәуліктің бір мезгілінде, бірақ әр түрлі күні өлшеп салыстыр. Қандай өзгешелік байқадың? Өз ойыңды түсіндір. Сен білесің бе? Ертеде уақытты күн сағатпен анықтаған. Күн сәулесі күн сағаттың ортасындағы білікке келіп түскенде, оның көлеңкесінің ұзындығы арқылы уақытты анықтауға болады. Мұндай сағаттар қазірде кездеседі. Еліміздің Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды тәрізді қалаларында күн сағат орнатылған орындар бар. Есте сақта. Көлеңкенің үлкен не кіші болуы дененің өлшеміне және оның жарық көзімен ара қашықтығына байланысты.